Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын бауырдан керемет салат дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бізге керек заттар бауыр, майонез, пияз және укроп қажет. Алдымен пиязымызды майдалап тураймыз. Ыдысымызға салып, үстіне уксус құямыз, тұз және бір ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып, су құямыз, қайнаған су. Жақсылап араластырып, 15 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Бауырды алдын ала қайнатамыз. Оны суытып, осылай тураймыз, соломкалап. Енді ас көкті тураймыз, укропты. Ыдысымызға бауырды саламыз. Пиязымыз дайын болды. Суын сырқып алып тастап, өзін осылай саламыз. Ас көк, укропымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш. Майонез. Салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Менде 1 сағат уақыт өтті. Алып, тәрелкемізге саламыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Өздеріңіз байқағандай өте оңай әрі тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа бауырдан жасалатын салат бар. Кіріп қараңыздар.